Балалар, бүгін сіздермен қонақ келгендегі әдептермен танысатын боламыз. Ата-әже келгенде сәлемдесуді ұмытпаңдар. Ұмытпаймыз. Ассалаумағалейкум, ата. Үлкен кісілер мен кішкентай балалар бірінші амандасады. Үлкен атаға ассалаумағалейкум, әжемізге амансыз ба, сәлеметсіз бе әже деп айтсақ болады. Рахмет айналайындар. Дастарханның қасында балалар бір-бірін қуалап ойнап жүр. Қонақ келгенде жүгіруге болмайды, әдепсіздікке жатады. Түсінді ғанашым, қайталанбайды. Балалар, қонақ отырғанда шуламаңдар, әдептілікке жатпайды. Мынаны ескеріңдер, қонақтың затын рұқсатсыз алуға болмайды. Біз алмаймыз. Үйлеріңізге қашан қайтасыздар? Келген қонаққа қашан үйіңе қайтасың, қашан кетесің деп сұрау дөрекілікке жатады. О, не дегенің балам? Көп уақыт созбай, келген қонақтарымыз үйлеріне қайтайын деп жатыр. Балалар, бұл кезде не деп айтамыз? Тағы да келіп тұрыңыздар, ата-әже. Міне балалар, әдепті бала деген осындай болады. Балалар, әдепті бала парақшасына жазылып, әдепті болып өсіңдер.